уәдесінде тұрып жатыр. Былай қараңыз, кім уәдесінде тұрып жатыр? Сенбейтін болдық мына заманда. Енді қай үміткер танымал, қай үміткер мысалы жақсы жұмыспен өзін көрсетіп жүр, сол отатын шығар деген ойдамын. Сенбеймін. Неге? Білмеймін, айтады да, ешқайсысы орындамайды оларды. Өзінің сөзіне тұратын адам болса, пожалуйста, беймарал. Еркекпін деп санайтын адам өзінің сөзіне тұрады да, қалғандарына өз біледі, төбеде Аллах көреді. Жоқ. Неге? Как обычно айтады бәрі. Қалай айтушы еді ол обычно? Бәрін істеймін, бәрін жұмыс жасаймын, бәрін қолға аламын деп. Бірақ жасамайды ма? Бірақ жасамайды. Егер мықты білімді азамат болатын болса, сенемін, иә. Ну, не всегда, если честно. Не сказал бы то, что именно держит. Потому что, ну, дороги, например, вообще ничего не делают. Как-то очень плохо занимается, так сказать, городом. По крайней мере, здесь. Кейбіреуіне сенемін, кейбіреуіне сенбеймін. Жоқ. Неге? Бірінші сайлау емес қой? Сенбеймін. Бүкіл қазақстандық квартиранттар қазақтар. Өзіңіз білесіз. Білмеймін енді. Содан кейін қалай сенуге болады? Сенеміз, иә. Сайлауға бармасақ та сайланып қояды ғой әйтеуір депутаттар. Ну, каждый, наверное, выполняет свои обещания настолько, насколько может. Иә, міндетті түрде тұрады, ал оңай жұмыс емес қой. Бір істі бастаған кейін до конца барады деп ойлаймын. Олар да елдің үмітін арқалап отқан үлкен-үлкен ер азаматтар мен азаматшалар ғой. Біз оларға сенгеннен кейін олар да біздің сенімімізді ақтайды деп ойлаймыз. Онша сенбеймін мен. Өздері сайлану үшін өтірік уәде бере береді олар.